Бұл видеодан көретініңіз ZK-Sync ретро-дропын алу үшін не істеу керек, бір аккаунттан қанша ақша табуға болады, қанша шығын кетеді, ZK-Sync желісінде қандай іс-әрекеттер жасау керек екенін білетін боласыз. Біздің телеграм-каналда криптовалютадан және де NFT-ден табыс табудың жолдарын қарастырамыз. Алғашқы болып табыс табу жолдарын білгіңіз келсе, біздің телеграмға тіркеліңіз. Сәлем, менің есімім Рустам. Ең ауқымды жобалардың бірі бұл ZK-Sync. Бұл жобадан криптоәлем көрмеген ең үлкен ретро-дроп күтудемін. Мысал ретінде арбитрумды алсақ, арбитрум әрбір қолданушыға $2000 кем дегенде $2000 таратқан болатын. Ал Blur маркетплейсі болса, олар $1,000,000-ға дейін таратқан болатын. Криптоәлеміндегі ең қызықты ретро-дроптың бірінде Discord қолданушылар арасында сауалнама өткізген болатын. Бұл сауалнамада сіз біздің токендерді таңдайсыз ба, әлде кепканы таңдайсыз ба деген сұрақ қойылған. Кепканы таңдағандар $150,000-ға токен алып, ал екінші вариант таңдағандар $30,000 алған болатын. Сол үшін де ретро-дроп бұл болашақтағы табыс табудың ең оңай жолы болатыны сөзсіз. Әрине, ретро-дропты барлық қолданушыларға бермейді. Ол үшін жобаның қойған талаптарына сәйкес болу керек. Ал ол талаптарды жоба өзі ойлап табады және санаулы адамдар ғана біледі. Ал біз болсақ тек болжай аламыз. Ол үшін бізге жобаның желісін қолдану жеткілікті. Ал оларды қалай қолдану керектігін осы видеодан толықтай біле аласыз. Сіз 530 теңге каналындасыз. Лайк және коммент қалдырыңыз. Осылайша бұл видеоны барынша көп адам көре алады. Ал біз бастаймыз. ZK-Sync эфириум жүйесіндегі Layer 2 масштабтау шешімі. Ол газ шығындарын төмендетеді және де қауіпсіздікті арттырады. Жылдам транзакцияларды ұсынады. Олар инвесторлардан $458 миллион жинаған. Дәл осындай қызмет атқаратын арбитруммен салыстырса, ол бар болғаны $120 миллион жинаған болатын. Айырмашылық ертесі. Осымен Википедиядан алынған мағлұмат аяқталды. Ал енді іске көшейік. Видеода көрсетілген іс-әрекеттерді төменгі газ уақытында істеген жөн. Осылайша комиссияға аз шығын жұмсайсыз. Оны бақылап отыру үшін Etherscan сайтын қолданыңыз. Сілтемесі төменде. Сайтқа өтіп, MetaMask әмияны арқылы қосыламыз. Өзіңізге қолайлы сумманы жазыңыз. Содан соң депозит батырмасын басыңыз. Мына жерде байқасаңыз, газ деген бұл комиссияға кететін шығын, ал итаво деген бұл әмияннан шешілетін толық сумма. Барлығы дұрыс болса, подтвердить батырмасын басыңыз. Осылайша біз ZK-Sync Era желісіне депозит жасадық. Ал қайта эфириум майнетке шығару үшін withdraw батырмасын басыңыз. Егер де сіздің әмиянда ZK-Sync Era желісі қосылмаған болса, оны Chainlist арқылы қосу керек. Біз депозит жасаған токендер біздің балансымызда осылай көрсетіліп тұрады. Барлық сумманы шығарып алу үшін макс батырмасын басыңыз. Бұл жерде 24 сағат ішінде келіп түседі деген хабарлама жазылып тұр. Оған келісетін болсаңыз, continue батырмасын басыңыз. Содан соң транзакцияға қол қойып, оны растаңыз. ZK-Sync желісінің экосистемасында жобалар өте көп. Осы платформаларда біз swap, bridge және де NFT сатып алатын боламыз. Бізге ең бастысы swap көлемін көбейту керек. Swap дегеніміз сатып алу және де сатып жіберу. Ол үшін мына сайтқа өтіп Enter Up батырмасын басыңыз. Сізді swap бөліміне көшіреді. Connect батырмасын басып, MetaMask арқылы тіркеліңіз. Сол жағында көріп тұрғанымыз бұл сауда жасауға болатын жұптар тізімі. Оның кез келгенін таңдап, онымен swap жасауға болады. Select token деген жазудың орнына сіз таңдаған жұптар тұрады. Send және Get ортасында тұрған батырманы басып, токендер орындарын алмастырамыз. Содан соң кез келген сумманы жазыңыз. Swap батырмасын басып, транзакцияны растау қажет. Сізге кеңес рекомендованы сайтым, custom, изменить батырмаларын басып, лимит газа деген жерді азайтыңыз. Мысалда егде 9 миллион болған, ал мен оны 900 мыңға ауыстырдым. Осылайша комиссияны 3 есе арзандатуға болады. Бұл бізге өте тиімді болады. Барлығын дұрыс орындасаңыз, осындай болып шығу керек. Бұл бетіне өтіп, Add Liquidity батырмасын басыңыз. Select Token деген жерге эфириум таңдаңыз, ал екіншісіне USDC таңдаңыз. Manage батырмасын басыңыз, содан соң Max-ты басып, Approve жасаймыз. Үйреншікті болып кеткен подтвердить батырмасын басыңыз, және де комиссияны азайтуды ұмытпаңыз. Егер де транзакция fail болатын болса, лимит газыны $1,5 миллионға дейін көбейтуге болады. Келесі бетте өзімізге керек пулды таңдап, Stake батырмасын басамыз. LP токендерді қосып, Approve батырмасын басыңыз. Ең алдымен LP токендерді жұмсауға рұқсат сұрайды. Содан соң қайтадан басып комиссияны төлейсіз. Stake LP батырмасын басып, транзакцияны растаңыз. Осы жерден стейктегі LP санын көре аламыз. Ал сәл төменірек қарасаңыз 0% деген жазуды көресіз. Оның саны көп болу үшін $3-5 стейк жасаған дұрыс. Ол ZK-Sync жобасына қанша қаражат бөлгеніңізге байланысты. Маған осы да жеткілікті. Аяқ пайда болған сәтте олай батырмасын басыңыз. Осылайша біз келіп түскен пайданы аламыз. Сізді Sibyl қатарына қоспау үшін 1-2 рет
коллект жасаған дұрыс болады. DAO бетінде олардың нативті токендерін стейкинг жасау керек. Ол бізге снапшотты дауыс беруге қажет. Келесі Sync Swap. Бұл жерде Connect батырмасын басып, MetaMask арқылы тіркеліңіз. Trade бөліміне өтіп, swapтар жасаймыз. Эфириумды кез келген токенге айырбастаңыз. Лайфхак: егер де желінің нативті токенін айырбастайтын болсаңыз, сізден approve жасауды талап етпейді. Орташа есеппен бір approve жасауға 1 цент кетеді. Яғни бұл дегеніңіз шығын азырақ болады деген сөз. Эфириумды бөлік-бөлікпен айырбастайсыз. Сонда транзакция саны көп болады. Мысалға, эфириумды USDC-ге айырбастау үшін 20 транзакция жасап шығыңыз. Ал USDC-ден эфириумге айырбастау үшін 1 транзакциямен айырбастаңыз. Осылайша сіз $2 дейін эконом жасай аласыз. Егер де бұл түсінікті болса, Sync Swap-қа қайта оралайық. Trade бөліміне өтіп, swapтар жасаймыз. 10-20 транзакция жасап шықсаңыз жеткілікті. Pool бөлімінде New Position батырмасын басыңыз. Classic Pool'ын таңдап, Enter Pool батырмасын басыңыз. Бұл жерде көріп отырғанымыздай депозиттің жылдық пайызы 26% құрайды. Депозит бөліміне өтіп, керек сумманы белгілеңіз. Содан соң мына жерді жылжытыңыз. Алдыменен Unlock USDC дегенді басамыз, содан соң депозитті басамыз. Бәрекелді. Біз пулға өз токендерімізді тіркедік. Логиканы түсіндіңіз деп ойлаймын. Барлық свап жасауға болатын платформаларды ZK-Sync сайтынан көре аласыз. Сілтемесі төменде. Желілерге ең қажетті заттардың бірі ол домендік атау. Ал ZK-Syncте әрине өз домендік атау қызметі бар. Ол ZK-Sync Name Service. Ары қарай біз домен сатып алатын боламыз. Ол үшін сайтқа өтіп, кез келген атау қою қажет. Алдыменен Connect Wallet батырмасын басыңыз. Содан соң MetaMask AMIAны таңдаймыз. Бос тұрған доменді таңдап, Available дегенді басыңыз. Мерзімін таңдап, мына батырманы басыңыз. Содан соң AMIAнда подтвердить батырмасын басамыз. Доменіңіз MyDomains бөлімінде тұр. Switch Extension'ды басып, доменнің аяғын өзгертіп алуға болады. Айына 1-2 рет осы жобалармен және де басқа да жобалармен қарым-қатынас орнатып отыру керек. Осылайша біз жобаға деген қызығушылығымызды көрсетеміз және де ретерн алу мүмкіндігін арттырамыз. Өзім қолданатын және де сізге де кеңес беретін платформалар бұл Arbiter Finance және Maverick. ZK-Sync желісіндегі рангты біліп отыру үшін Duna'ны қолданыңыз. Түйіндей кетсек, бізді Sibyl қатарына қоспау үшін бізге кем дегенде $1000 бридж жасау керек. 30-40 транзакция жасау керек. Айына 1-2 рет осы әрекеттерді қайталап отыру керек. Менің ойымша әрбір аккаунтқа кем дегенде $2000 пайда алып келуі мүмкін. Бірақ бұл жай ғана менің болжамым. Қалай болатынын уақыт көрсетеді. Бұл болжам басқа да ретро дроптарды ескере отырып құралған. Соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.